Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Математика пәні 4-ші сынып. Сабақтың тақырыбы бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру. Бөлім теңдеу мен теңсіздік өрнек. Ортақ тақырып ғарышқа саяхат. Оқу мақсаты бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін салыстыруды үйренеміз. Бүгін сабақта үйренетін жаңа терминдер, ережелер. Бөлімдері бірдей бөлшек сандарды салыстыру үшін: бірінші, өрнектердің мәнін есептеу; екінші, бөлшекті салыстыру. Түрлендірулер жүргізгенде өрнектің тек сыртқы түрі ғана өзгереді, бірақ мәні өзгермейді. Жұлдыздар және галактикалар. Жұлдыз өте күшті, қызған газдан тұратын, өзіне жарық шығаратын және табиғаты жағынан күнге ұқсас аспан денесі. Күн жерге жақын болған соң ғана үлкен болып көрінеді. Жұлдыздар жерден өте қашық орналасқандықтан телескоппен қарасаң да нүкте сияқты көрінеді. Айсыз түнде жай көзбен қарасаң 5000-ға жуық жұлдызды көресің. Күшті телескоппен қарасаң миллиардтаған жұлдыздарды көрсең болады. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суреттер бойынша бөлшектерді жаз. Әрбір сан нені білдіретінін түсіндір. Бөлшектерді екі-екіден салыстыр. Бөлімдері бірдей бөлшектерді салыстырған кезде алымы үлкен бөлшек үлкен болады. Неліктен екенін көрсет. Балалар, суреттерге назар аудара отырып, бөлшектерді салыстырайық. Барлығы қанша жұлдызша көріп тұрмыз? Бірінші суретте 12. Екінші суреттен де 12 жұлдызша көріп тұрмыз. Енді балалар, боялған жұлдызша саны біріншіде қаншау? 5, жарайсыңдар. Екіншіде боялған жұлдызша саны қаншау? 8. Ендеше бөлшекті қалай жазамыз? 12-де 5 және 12-де 8. Енді балалар, осы бөлшектерді салыстыра қояйық. 12-де 5 бөлшегі кем 12-ден 8 бөлшегіне. Кәне, барлығымыз дәптерімізді ашып, жазып алайық. 12-де 5 бөлшегі кем 12-де 8-ден. Үшінші тапсырма оқулығымызда салыстыр. Балалар, оқиық. 90-да 15 қосылған 90-да 20. Салыстырамыз. 90-да 1 қосылған 90-да 40-қа. Балалар, бұл есепте бөлімдері бірдей 90. Сондықтан да алымдарын қосамыз. Сол жағынан бастап шығарайық. 15-те 20 алымы қосамыз. 35-ке тең. Оң жағында қосамыз. 40-қа 1-ді қоссақ 41. Бұл жақта оң жақтағы бөлшек артық. Яғни 90-да 35 кем 90-да 41-ден. Әрі қарай есепті балалар өзіміз жалғастырып шығарып көрейік. Балалар, енді кітабымыздың 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Сандардың бөлігін тап. 360 мың, 420 мың, 27 мың, 3 мың сандарының 3-тен 1 бөлігін және 10-нан 1 бөлігін табамыз. Ол үшін біз, балалар, 360 мыңды 3-ке
бөлеміз. 360 мыңды 3-ке бөлсек, 120 мың болады. Оның 10-нан 1 бөлігін табу үшін 360 мыңды 10-ға бөлеміз. 36 мың шығады. Осылай, балалар, 4-ші тапсырманы өзіміз орындайық. Балалар, енді 5-ші тапсырмаға қарайық. 30-да 8 қосылған 30-да 4 қосылған 30-да 6. Бөлімдері бірдей, яғни 30. Алымдарын қосып шығамыз. 8-ге 4-ті, оған 6-ны қосамыз. Қанша болады, балалар? Дұрыс айтасыңдар, 18. Бөліміне 30-дың өзін жазамыз. Ары қарай келесі есепке назар аударамыз. 70-те 64 азайту жақша ішінде 70-те 5 қосылған 70-те 26. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Екінші 70-те 64-тен азайтамыз жақша ішіндегі шыққан санды. Қанша болады, балалар? Қане есептеп көрейік. Дұрыс айтасыңдар. 33-те алымы 33, бөлімі 70. Келесі амалды орындаймыз. 60-та 34 қосылған 60-та 8 қосылған жақша ішінде 60-та 41 азайту 60-та 16. Балалар, бөлімі барлығының бірдей 60-қа тең. Бірінші біз білеміз, жақшаның іші орындалады. Кәне өзіміз орнымызда отырып, орындап көрейік. Қанша болады, кәне балалар? Алымы 67, бөлімі 60-қа тең. Жарайсыңдар, балалар, жауаптарын тексеріп көрейік. Дұрыс жауап бердік. Балалар, енді осы есепті ары қарай орнымызда отырып шығарып көрейік. Тапсырма. Расатхананың жөндеу үшін әрқайсы 24 адамнан 3 құрылыс бригадасы құрылды. Жұмысшылардың 4-тен 1 бөлігі сылақ жұмыстарын жүргізді. Сылақ жұмыстарын жүргізген жұмысшылардың 9-дан 4 бөлігі сырлаушылар, қалғандары кірпіш қалаушылар болды. Бригадада қанша кірпіш қалаушы болды? Балалар, бұл жерде барлығы 24 адам екені белгілі. Сылақшыларды белгісіз, бірақ 4-тен 1 бөлігі барлығының, ал сырлаушыларды белгісіз, сылақшылардың 9-дан 4 бөлігі. Біз табуымыз керек кірпіш қалаушыларды. Балалар, енді қазір орнымызда отырып, есепті өзіміз шығарып көрейік. Бірге отырып тексереміз. Балалар, есебімізді шығарып болсақ, тексерейік. 24 пен 3-тің көбейтіндісі 72 сағат. 72 бөлінген 4 көбейтілген 1, ол 18 сылақшы бар екендігін айтады. 18 бөлінген 9 көбейтілген 4, 8 сырлаушы. 18 қосылған 8, 26 адам, яғни сылақшы мен сырлаушы адамның. 72 азайту 26, 46, бұл кірпіш қалаушы. Бригадада, яғни 46 кірпіш қалаушы болды. Келесі осыған ұқсас есепті әсін өзіміз орнымызда отырып шығарайық, балалар. Балалар, оқулығымыздағы 7-ші және 8-ші тапсырманы өз бетімізбен орнымызда отырып шығарамыз.